Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз гипотермиялық жағдайлар. Жалпы организмде ең алдымен ол тақырыпты бастамас бұрын біз терморегуляция, яғни организмдегі температураның реттелуі қалай жүзеге асатыны туралы айтайық. Біздің организмімізде жалпы жылудың өндірілуі ол бізде метаболизмдік процесстер нәтижесінде және де бұлшықеттердің қозғалысы нәтижесінде пайда болады, және де жылу өндіріледі. Жылу тері арқылы және де біздің сыртқа шығарған ауамыз арқылы сыртқа шығарылады екен. Организмде біздің орталық жүйке жүйемізде ол мида орналасқан, ол гипоталамус терморегуляцияға жауап береді. Ол организмді 37 градус маңайында ұстап тұрады. Бұл мидың қалыпты жұмыс жасау үшін, мидың ғана емес, барлық ферменттер организмдегі жүйелердің қалыпты жұмыс жасауына ең қолайлы температура осы 37 градус болғандықтан осы температурада ұстап тұрады. Организмде сыртқы температура өзгерген кезде қандай компенсаторлы реакциялар іске қосылады? Егер сыртқы орта жағдайы өте салқын болса, онда біздің терімізде жалпы ыстық болсын, суық болсын, денеміздегі арнайы нейрондар, яғни терморецепторлар арқылы сезіледі, және де ол рецепторлардан алған ақпаратты орталық жүйке жүйесіне жеткізеді, гипоталамусқа жеткізеді. Сонымен гипоталамусқа жеткеннен кейін ол ары қарай сигнал береді организмде компенсаторлы реакцияларды жасауға. Егер сыртқы орта тым қатты ыстық болса, онда ең негізгі процесс ол бізде тердің бөлінуі болып есептелінеді. Тер бөліну арқылы жылу тер арқылы сыртқа шығарылады және организм салқындайды. Екінші ол бізде шаш фолликулаларының босаңсуы байқалынады, және де қан тамырларының, яғни вазодилатацияны көреміз. Ондағы сұйықтық сыртқа шығуына, ол тердің бөлінуіне жағдай жасауға көмектеседі. Ал егер сыртқы орта жағдайлары салқын болса, организмде біздегі қаңқа бұлшықеттерінің қалтырауы пайда болады. Қаңқа бұлшықеттері қозғалуынан жылынуға көмектеседі. Екінші ол шаш фолликулаларының тұруына алып келеді. Ондағы бұлшықеттердің жиыруына алып келу нәтижесінде пайда болады. Бұл бізде организмдегі, яғни терідегі жылуды сыртқа шығармай ұстап тұруға көмектеседі. Үшінші ол бізде вазоконстрикцияға алып келінеді. Сыртқы орта салқын болған күннің өзінде жылуды организмде ұстап тұруға көмектеседі екен. Организмде бұл сыртқы ортаға байланысты. Енді организмнің өзінің температурасына байланысты ерекшеліктерді айта кетейік. Ешқандай да инфекция түскен жоқ. Жай ғана сыртқы орта фактор нәтижесінен организмде осындай температуралық өзгерістер болды. Мысалы, біз айттық, қалыпта 37 градус деп. 37-ден аздап көтерілген кезде, яғни дала тым ыстық, дене температурасы 38 болып жатыр, 38-39. Ол жылу сарқылу деп аталынады екен. Тердің бөлінуі өте қатты күшейеді. Ол өте қатты күшеюі ол сусыздануға алып келінеді. Тердің бөлінуі күшейеді. Жаңа біз айттық, вазодилатация болады дедік. Вазодилатация болғаннан кейін сусыздану болып жатыр. Нәтижесінде қан қысымының өзгерісіне, яғни қан қысымының төмендеуіне алып келінеді. Қан қысымының төмендеуі ол басының ауруына, әлсіздікке, қозғыштыққа алып келінеді, және ол жүректе, яғни тахикардияға алып келеді. Егер өте қатты ыстық болып жатыр, ыстықтық соққы алды, 40 градусқа дейін жетті. Бұл кезде дене қызуы пайда болады, 40 градусқа дейін, яғни тердің бөлінуі тоқтайды. Полиоргандық жеткіліксіздікке, есінің бұзылуына, тіпті шоктың дамуына дейін алып келуі мүмкін, өте қауіпті жағдай екен. Енді керісінше, сыртқы орта температурасы салқын, науқаста дене температурасы 37-тен түсіп жатыр, 36-ға түсті. Бастапқыда біз айттық, ондай кезде вазоконстрикция болады. Вазоконстрикция қан тамырлары тарылды, ол қан қысымының жоғарылауына, яғни тахикардияға алып келеді екен. Келесі, егер одан да қатты төмен түсті, 35 градусқа, ол жеңіл дәрежелі гипотермия деп айтамыз. Науқас тоңып қалтырай бастайды. Бұлшықеттер іске қосылып жатыр, жылуды өндіру үшін тахипноэ қосылады. Орталық жүйке жүйесі 37-де жақсы жұмыс жасайды деп айтып, 35-ке түсті, сондықтан есі бұзылып сандырақтай бастайды, және де қан қысымының констрикциясы нәтижесінен ол жерге су, қоректік заттар тінге дұрыс жетпегендіктен науқаста сусыздану байқалады.
Келесі ол орта дәрежелі гипотермия 32-ден төмен түссе, науқаста қалтырау өте қатты жоғарылайды. Анық емес сөйлейді, ол ортақ жүйке жүйесіне байланысты, есі бұзылады, баяу ауыр қозғалыстар жасайды, денесін қозғалта алмайды, бозғылт, ерні көгерген, яғни біз акроцианоздарды байқаймыз. Келесі 28-ден де төмен түсуі, ол бізде ауыр дәрежелі гипотермия немесе үсу деп айтайық. Науқастың терісі салқын, бозғылт, яғни цианоз байқалады. Ешқандай қалтырау жоқ. Бұл жігіттері құрысқан, жүрегінде брадикардия және артериалды гипотензия байқалынады. 23-тен төмен түсуі ол бізде комаға, қарашығының кеңеюіне және де жүректің тоқтауына дейін алып келінеді. Біз жаңа айттық қой, қан тамырларының тарылуына, яғни мынау қалыпты да болса, вазоконстрикцияға алып келінеді. Вазоконстрикцияның болуы ол тінге, белгілі бір тінге қоректік заттардың жеткізілуінің төмендеуіне, оттегінің төмендеуіне және де ол энергияның төмендеуіне алып келінеді. Нәтижесінде ол жерде некроз пайда болады. Некроз пайда болып, организмдегі бүкіл органдар жұмыстар істен шыға бастайды. Қан тамырлары өте қатты спазмның нәтижесінде ол тіпті жарылып, ол жерде қан құйылулар байқалуы мүмкін екен. Ол органдарда осындай өзгерістер көрініс табады. Себептеріне тоқталайық. Кішкентай балаларда ол терморегуляция толық дамымаған. Сондықтан балаларда өте ауыр жағдайлар көрінуі мүмкін. Гипоцериоз, яғни қалқанша безінің қызметі төмен түскендіктен метаболизм ол да төмендейді. Гипоцериоздың себептеріне науқастың тоңғыш болуы, артық салмақ жиналуы, яғни бұл аурудың симптомының өзі гипотермия болып есептелінеді. Келесі инсульт, яғни қан құйылуы, ол мысалы дәл осы гипоталамус аймағында қан құйылса, гипоталамустың қызметі бұзылады. Келесі бауыр аурулары немесе гипогликемия. Бауыр ол бізде зат алмасуға қатысады. Ал гипогликемия, яғни глюкозаның төмендеуі, мұның барлығы жалпы организмде глюкоза төмендейді, зат алмасу бұзады, оның барлығы энергияның төмендеуіне алып келінеді. Энергия төмендеуі организмде, яғни біз байқаймыз, қарымыз аш кезде өте тоңуға бейім болып келеміз. Сондықтан да бұл жағдайларда себебі болып есептелінеді. Келесі аз қозғалатын қарт адамдарда да гипотермия болуы мүмкін. Бірақ дені сау адамдарда да кездеседі. Ол үшін сыртқы орта факторы әсер етуі қажет. Мысалы, салқын суда ұзақ уақыт болу, сыртқы орта өте қатты салқын ауа райында ұзақ уақыт болу, ол дені сау адамдарда да дамуына алып келеді. Диагностикасы. Қан анализін аламыз, электролиттер тексереміз, әдетте метаболизмдік ацидоз, гемоконцентрация, яғни қанның қоюлануы байқалады. Және де әр 1 градусқа температура төмен түскен сайын, ондағы оттегі ол да 7%-ға төмен түсе бастағанын көреміз. Кеуде клеткасының рентгенографиясын және де ЭКГ-ға түсіреміз. ЭКГ-ға түсірген кезде J толқындары байқалынады. Яғни қалыптыда P, Q, R, S, T болса, онда осы жердегі аймақта J толқынының пайда болуы көрінеді екен. Диагностика жасаған кезде біз науқасты гипоцериоз және де гипоталамустың аурулары жоқ екенін анықтауымыз қажет. Алғашқы көмек. Науқасқа біз реанимация шараларын жасаймыз. Организмге қауіп төндіретін барлық шараларды анықтаймыз. Сусыздану болып тұрса, инфузия жасап, ішке сұйықтар енгіземіз. Электролиттік дисбаланс болса, арнайы оларды дұрыстаймыз. Одан бөлек біз енді жылытамыз. Сағатына 1-2 градусқа жоғарылатамыз. Бірден қатты жоғарылатуға болмайды. Егер де пациентте гипоцериоз анықталса, біз триодтиранинді енгіземіз. Егер науқаста жеңіл дәрежелі су болатын болса, су болған киімдерін шешеміз, жылы киімдер береміз. Науқасты жылытатын кезде біз жылыту компрессияларын қолданамыз. Бұл жылыту компрессияларын қолына, қолтық асты аймағына, ішінің аймағына, іші жамбас аймағына орналастырамыз. Егер науқас ауыр дәрежелі үсіну болатын болса, яғни 28 градустан төмен түсетін болса, біз науқасқа экстракорпоральды мембраналық оксигенация жасаймыз. Оны жасау неге көмектеседі? Бұл жасанды жүрек секілді жүректің
егер науқаста бұл ауыр дәрежелі болғандықтан жүректің тоқтауы байқалуы мүмкін, немесе қан қысымының өте төмендеуі 90-нан да төмен, немесе аритмия байқалуы мүмкін. Сондықтан біз осы ECMO аппаратына орналастырамыз. Ол организмдегі қанды өзіне алады және де кері қайтадан айдап отырады. Осы кезде ол қанды жылытып, қайта ішке енгізуге көмектеседі. Егер бұл аппарат болмаса, біз плевраны шаю, немесе венадан қан алып, оны жылтып қайта құю, немесе арнайы жылы сұйықтықтарды кеуде клеткасына, іш астарға енгізу арқылы бұл аппараттың альтернативасын ұсына аламыз. Одан бөлек біз ауыр дәрежелі үсу кезінде де тікелей көмектесетін осындай жылытқыштарды қолдану арқылы біз науқасты жылыта аламыз, бірақ олар өте ыстық болмауы керек. Ол жүректің жұмысына зиян келтіреді және де күйу пайда болуы мүмкін. Осы науқасты жылыту барысында біз мониторинг жасап отыруымыз керек. Жүректің жұмысын, жүректің ритмін, қанның құрамындағы газдардың құрамын, pH-ын тексеріп отыруымыз қажет. Келесі үсу. Әдетте суық ауа райында науқастың аяқтары, қолдары, құлағы немесе беті үсіп жатады. Науқас оны өзі сезбейді бастапқыда, себебі бастапқы кезде науқас үсіп жатқан кезде ол өзі сезбейді, ол жер тек қызарып бастайды. Үсудің пайда болуының өзінің факторлары бар. Ол темекі шегу, алкоголь қолдану, перифериялық қан тамырлардың аурулары және де сусыздану ол үсуге тез алып келеді екен. Үсіген тін ол бозғылт болып көрінеді, ұстаған кезде ешқандай ауырмайды, және де үсіп болғаннан кейін ұстаған кезде ол қатты болып сезіледі екен. Пациентті не істейміз? Пациентке біз аяқ немесе қолы үсіген болса, біз оны жылы суға саламыз 30-39 градусқа. Оттегімен, қажет болса оттегімен оксигенация жасаймыз, аспирин береміз 300 мг. Ауырсынуды басатын дәрілік заттар беру керек, себебі жылыту процесс кезінде өте қатты ауырсыну сезіледі пациентке. Қан тамырларда, яғни үсу болған кезде вазоконстрикция болғандықтан біз қан тамырларды кеңейтетін дәрілік заттар береміз. Оның ішіндегі пентоксифилин өте жақсы әсер етеді, фосфодиэстераза ингибиторы болып есептелінеді екен. Науқасты осы шараларды жасағаннан кейін науқасты тыныштандырамыз, жылы киіндіреміз. Жараны өңдеу немесе ампутация қажет болса, оны кішкене кейінге создырамыз. Кейбір жағдайларда көзбен қараған кезде аяқ үсіген секілді көрінуі мүмкін, яғни ол жер бозғылт болуы мүмкін, ишемияланған секілді болып көрінуі мүмкін, бірақ біз оны жылытқаннан кейін ол гиперемияланып, ісініп, ауырсынуы мүмкін. Бірақ ол жерде ешқандай тін зақымдалмайды. Яғни үсіген болса, ол жерде тін зақымдалуымен көрінеді, тіпті некрозға дейін ұшырауы мүмкін. Ал кейбір жағдайларда, егер суық температура және де ылғал қосылатын болса, әсіресе аяғымен салқын суды көп кешіп жүрсе, онда осындай жағдай байқалуы мүмкін. Бұл кезде тін зақымдалмайды, тек қана суық температура нәтижесінде осындай жағдайға келеді. Оның да қалпына келуі ұзақ, көптеген айларды қажет етеді. Тіпті кішкене салқын тисе, өте сезгіш болып келуі мүмкін. Оның патогенезі нақты анықталмаған, тек эндотелийдің зақымдалуымен түсіндіріледі. Бұндай науқастар екінші рет суық температурамен әсер етсе, тағы да үсуге бейім болып келеді екен. Назарларыңызға рахмет.